Егер де А жоспары іске аспаса, онда Б жоспары бар екенін ұмытпаңыздар. Ал кешірім сұрап достастыру, ол біздің екінші жоспарымыз еді, иә? Түсініспеушілік ұрыс кезінде адамдарды жақындастыратын ол кешкі ас. Өзімнің блогер екенімді пайдаланып, отбасымды қуантайын деп шешті. Ешен кірікпеген кезде бар ғой, бөлмеге жүген сасқалақтағаннан басын фемен кептіріп бастады. Ал енді кешірім ретінде менің атымнан суши пицца. Мам, жоқ, мен жемеймін, құрт жеймін. Мә. Әкеңді жүге. Осы таяқшаны үйрене алмай қойдым мен. Қолмен жей берейінші. Үстіп постоянно ұрысып тұрдыңдар сендер, біз суси жеп тұрайық. Не? Ойнап айтам. Тайлақ, сен сонда бүгінгі ұрысты бір репостпен жешіп тұрсың ба? Жоқ, сатып алдым. Пицца жейік. Үйім бар, бала-шағам қасымда, немерем бар, маған не жетпейді оса? Болды, бүгіннен бастап ішпеймін. Кодировка сақ қоям. Үлкен отбасы деген ол түрлі мінездер, келіспеушіліктер, ұрыстар. Кейде осының бәрінен шаршап кетесің. Бірақ кейде ойлайым. Бақыт деген осы шығар.